welcome to my podcast. It's called Ойбай and let's start. Барлықтарына сәлем, менің атым Жансая және бүгін менде Ойбай подкаст. Егер де сіздерге қызық болса, бастаймыз. Егер тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар және келесі видеоға идея жазып кетіңіздер. Ал ендеше бастайық. Менде Ойбай подкасттың 3-ші шығарылымы. Мен мына видеоны 4-ші рет түсіріп жатқанымен ісім жоқ. Бүгінгі біздің тақырып универ жайлы сөйлесетін боламыз. Ащы шындық универ жайлы деп бағанып айтатын. Менің универім жайлы айтпаймыз. Жай ғана менің өмірімдегі универдің рөлі жайлы айтатын боламыз. Егер де сіздерге қызық болса, ендеше бастайық. Бағана айтып қойдым, бастайық. Барлықтарына айтуым мүмкін. Универ сенің өміріңдегі ең бақытты, ұмытпайтын кезең деп, бірақ та розовички шешеміз бұл әркімге әртүрлі зат. Әрине, біреулерге ұмытпайтын ең бақытты сәттер болуы мүмкін, ал біреулерге жай ғана алгебра, өзіңе ұнамайтын сабақтарды өтпеуі мүмкін. Мен физика, химия, биология дегендердің иісі де шықпайды және дауысы да шықпайды олардың, шүкір. Ал енді бастайық. Универдегі самооценка. Қалай айтса болады? Мен қазір внешность жайлы айтқан жоқпын, внешность ол вообще басқа әңгіме. Мен үйдегі макияжым әдемі болып тұрса, универдегі бар ол вообще макияжым болмайды. Басқа адамдарда қалай болып тұратынын білмеймін, қалай тұратынын да білмеймін. Не суть. Бұл бізде тақырып емес. Енді самооценка деген кезде мен сіздерге өзімнің ойыңды адамдарының арасында презентация қорғаған кезде білдіруді жайлы айтып жатырмын. Біріншіден, мен өзімнің кейсімді экзампл қылып айтатын боламын, әрине, өйткені мен бұл жерде басқа ешкім жоқ. Мен бірінші курста адаптация... Мен екінші курспын. Екінші курспен, шүкір. Бірінші курста адаптация болды. Интроверт болдым. Ладно, не суть. Яғни мен өзімнің мнениемді басында ұялатынмын айтуға, бірақ та кәдімгідей өзіңді таныстыру кезінде сенде выбор жоқ, сен айту керексің. Неге бұл профессияны таңдадың деген кезде де сен өзіңді айту керексің. Сенде выбор жоқ. Логично. Ал кейін мен адамдардың ойлары жайлы қатты ойланатын едім. Қатты деген сөзді қанша айтқан санау керек. Біріншіден, мен английский отделениеде оқимын. Екіншіден, английский акцентім. Үшіншіден, дұрыс сөздерді айтамын ба? Төртіншіден, сөйлемдерді дұрыс құраймын ба? Бесіншіден, менің сұрағым немесе жауабым дұрыс па? Миллиард кете берсек, сондай сияқты басымда ойлар болатын еді. Содан кейін мен дұрыс жауап болса да мен айтпайтын едім. Өйткені мен айтпайтын едім және маған ол нормально болып басында қалыптасқан еді. Кейін мен байқай бастадым, басында өзін жақсы жағынан активный бола бастаған студенттер апайлардың, ағайлардың, преподтардың көздеріне өте жақсы көріне бастағанын. Яғни рубежка, сессия кездерде оларға кәдімгідей плюс болды, айтайық. Сол үшін кейін екінші семестрде мен кішкене өзімді бір 5%-ке болсын аша бастадым. Негізі бірінші семестрде мен айта алмаймын, полностью жабық болдым, аузымды ашпадым деп. Тек бір дисциплиналарда ғана мен жабылып қалғаны болмаса, қалғандарда негізімен ашық болдым. Керек кезде сөйлейтін едім, сұраса менен жауап беретін едім, сұрамаса мен жауап бермейтін едім. Солай. Ал екінші курста мен түсіне бастадым, бұл система қалай орнатылғанын. Сол үшін мен кішкене қоса бастадым уверенностімді және кішкене лайфхактар жинадым. Ал үшінші семестрде мен кәдімгідей уверене бола бастадым. Өйткені мен түсіндім және менің миым басым қабылдады барлығынан бәрібір екенін. Өйткені группамда 20 адам болса, мені санамағанда 19 адамға менің презентациям қалай оқып жатырмын, презентация не жайлы болып жатқаны бәріне
бәрібір екенін түсіндім. Өйткені маған да егер де қызық презентация болмаса, мен оларды әрине тыңдамаймын. Не үшін, неге деген сұрақтар болғаннан кейін әрине иә тыңдамайсың. Содан кейін мен үшінші семестрде кәдімгідей бір 90%-тің тревожності адамдардың арасында сөйлеу жайлы тревога болғанда бір кішкене 35-40%-ке түсті. Public speech жайлы тағы да бір бізде public speech болады. Сол кезде мен кәдімгідей өзімді дұрыс емес қызарып кететін едім, өзімді бір кішкене дірілдеп кететін едім. Маған адамдардың арасында сөйлеген ұнамайтын еді. Кейін мен үшінші семестрде келдік, бізге маған кішкене препод ұнай бастады, ол жақсы түсіндіре бастады, және апайдың түсіндіретін әдістемесі де ұнады. Солай кейін маған бәрібір болғаннан кейін өзімнің мнениемді бірінші айта бастадым, презентацияны қорғай бастадым, және ол кәдімгідей пробежка және сессия кезінде кәдімгідей көмектесті. Мен оны байқадым. Совет сіздерге кеңес: егер де сіздер әлі мектепте болсаңыздар, универге түсетін кезде өздеріңізге сенімді болыңыздар. Дұрыс жауап дұрыс емес болса да, сіз өзіңіздің мнениеңізді айттыңыз, және әрбір адамның мнениесі болу ол өте маңызды негізінде. Атлист біздің группада сіз қандай ой айтпасаңыз да, ол препод түсінеді сіздің бұл сабақта, бұл дисциплинаға сіздің қызығушылығыңыз бар екенін. Сол үшін де ол кейін сізге кәдімгідей түсіндіре бастайды, кейін сіз оған қаттырақ қызыға бастайсыз. Сол үшін де өзіңізге сенімді болыңыз, қорықпаңыз мен сияқты, және репутацияңызды алдын ала жақсартыңыз. Кейін ол репутация сізге кәдімгідей көмектесетін болады. Өйткені бірінші курста берген препод бізде қазір екінші курста да береді. Сол бірінші impression, бірінші қандай біз оған білмеймін, есімде емес, импрессион қалдырып кеттік, тура сондай импрессионмен қалды екінші курста. Сол үшін де бірінші курстан болашақтарыңыз ойнаңыздар. Екінші топик бізде бұл educationмен связан емес, екіншісі бұл бізде самооценка немесе уверенность. Уверенность жайлы болатын. Негізі бұл топик уверенность жайлы. Public speech жайлы айттық, ал енді бізде универде жалғыз өзің жүру жайлы уверенность. Мен өзім жайлы айтамыз тағы да. Мысалға, менің достарым бір күні ауырып қалуы мүмкін, бір күні келмей қалуы мүмкін, ұйықтап қалуы мүмкін, көптеген факторлар болуы мүмкін, ситуациялар болуы мүмкін. Кейін мен бір өзім жүріп қаламын. Кейін мен байқай бастадым, мен бір өзім жүрсем біртүрлі сезінемін. Яғни адамдар менің бір өзім басымда мынандай ойлар болады: мен бір өзім отырмын, значит олар қазір ойбай деп ойлап қалады деп ойлайтындар да бар шығар. Бірақ кейін мен түсіне бастадым, неге мен өзім жүрген кезде декомфортно сезіну керекпін деп сұрақ қоя бастадым. Сөйтіп мен осы көзден бастап 2 ай болды, өзіме кішкене увереннее болуым керек екенін түсіндім. Менде выбор жоқ. То есть егер де өзіңді өзің қабылдамасаң, сені ешкім дұрыс қабылдамайды деген ойдамын. Сол үшін де бұл қалыпты жағдай, табиғи жағдай деп ойлаймын. Өйткені өмірде көптеген ситуациялар болады. Сол үшін егер өзіңмен өзің комфортно болмаса, өзіңді толықтай қабылдасаң, саған ешқандай адамның энергиясы да, уақыты да керек емес болады. Жаман адамдарға деген кезде, егер де өмірлік көзқарасы сенімен толықтай сәйкес келмейтін адамға уақытыңды, энергияңды құртқанша, өзіңе құрту ол қайда тиімірек және пайдалырақ деп ойлаймын. Сол үшін де егер де сіздер өзіңізді жалғыз ғана достарыңыз келмей қалып, жалғыз ғана жүргенде некомфортно сезінсеңіздер, оны кәдімгідей жұмыс жасау керек. Өйткені әрине бірінші күннен барып сіз жалғыз жүріп увереннее бола алмайсыз. Ол процесс. Мен сол процесстің ортасында кішкене былай жүрмін. Бос уақытымды түсіндім, дұрыс жаққа бөлу керек екенін, және бүкіл
достармен жасайтын заттарды сен өзіңмен бірге жасауыңа болады. Яғни киноға бару, шопинг жасау, там кафеге бару, білмедім тағы да басқа обычный заттарды сен өзіңмен өзің жасай аласың, және өзіңді уақытыңды өзіңе арнайсың, өзіңнің ойларыңмен қаласың, жай ғана өзіңнің энергияңды өзіңе ақтарасың. Ол басқа адамдарға қосқаннан қайта жақсырақ деп ойлаймын. Сол үшін де сіздерге кеңес, егер де сіздер әлі де қабылдай алмай жүрсеңіздер, өздеріңіздің ойларыңызбен бірге қалуға қорқатын болсаңыздар, просто бастаңыз. Жұмыс өзіңмен жасау, адамдар не ойлайды дегенді қою керек. Адамға өмір бір рет берілгеннен кейін оны әрине дұрыс, тура жолмен өмір сүру керек. Сол үшін де уақытыңызды өзіңізге арнаңыз. 17 жыл түсінбей 18 жасымда түсінгенім, менің өмірімде қандай ситуация болмасын, мен ол ситуацияны өзгерте алмасам, яғни басымен кәдімгідей мен ол ситуацияға кететін энергиямды, эмоциямды өзгерте аламын. Яғни бір зат болмай қалды, бір адаммен араласа алмай қалдым, бір адам менің өмірімде жоқ болып кетті, адам араласпай қойды, көптеген ситуациялар болуы мүмкін. Содан кейін мен не істей аламын? Ол адамды жалынып қайтып кел араласайық деп айта алмаймын. Ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Егер де ол адам өзі солай шешсе, значит болды. Оның өмірі, сенің өміріңдегі оның рөлі бітті. Яғни кітап болса 300 беттен тұрса, ол 50-ші бетінде қалып кетті. Кейін ол 90-шы, 20-шы, 120-шы бетте келіп қалуы мүмкін. Жай ғана просто тағы да көріп қалу. Мұңаюыңыз мүмкін, депрессияға түсуіңіз мүмкін. Бірақ та егер де ол ситуация 5 минуттан кейін әлі де маңызды болса, 5 минуттан кейін бәрібір ол маңызды болады. Бірақ та 5 күннен кейін сіз уже ұмыта бастайсыз. 5 айдан кейін толықтай ұмытып кетесіз. Ситуацияны айтып жатырмын. Ситуацияға қарайтын болса, өміріңіздегі болып жатқан әрбір затты жай ғана ол болу керек болған нәрсе деп қабылдаңыздар, және бағыттардан, басқа да перспективтардан қарап көріңіз, тырысыңыз. Әрбір адам ол ерекше, әрине, және әркімнің өзінің ерекшеліктері бар, ол дұрыс, ол заңдылық, және сол үшін де басқалар не ойлайды дейтін қағидамен өмір сүруді тоқтатуымыз керек деп ойлаймын. Егер де сіздер адамдар не ойлайды деген ойдан арылатын болсаңыз, өміріңіз кішкене басқа да түстермен боялатын болады. Және кішкене емес, кәдімгідей өмір сүру оңайырақ болады. Шынымен уақытыңыз дұрыс жаққа кететін болады. Энергия, уақыт, қанша рет айттым, сол үшін де өздеріңіз жақсы көріңіздер. Ал мені келесі подкаст немесе блогта күтіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше лайк басып, комментарий жазып